Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Текелі қаласы номері 3 орта мектептің 1 сынып мұғалімі Жетпісбай Нұршат Қанатбекқызы. Пәні математика. Сабақтың тақырыбы ақшаны ұсақтау. Күні 13 сәуір 1 сабақ. Сабағымыздың мақсаты: сіздер бүгінгі сабақта есептесу кезінде монеталарды қалай пайдаланатынын білетін боласыздар. Балалар, кім дүкенге барып көрді? Сіздер дүкенге барғанда не істедіңіздер? Дұрыс айтасыздар. Сіздер дүкенге барып, тауар сатып алып, ақша бердіңіздер. Ал сатушы сіздерге не берді? Дұрыс айтасыздар. Сатушы сіздерге тауарды беріп, артық ақшаны қайтарып берді. Біз сатып алатын заттың бағасы қанша тұратынын қайдан білеміз? Ойланыңыздаршы. Дұрыс айтасыздар. Біз заттың бағасын сыртындағы жазуынан немесе сатушыдан сұрап біле аламыз. Ал балалар, қолымыздағы ақшамен заттың құны қанша болса, сонша монетамен дәлме-дәл төлеуге болады ма? Дұрыс айтасыздар. Үнемі ондай жағдай бізде бола бермейді. Ендеше балалар, біз ірі монетаны ұсағырақ монеталарға ұсақтай алады екенбіз. Енді балалар, мына видеороликке назар аударайық. Екі теңгені қандай сақ монеталармен сақтаймыз? Иә, 1 теңгелік 2 монетамен сақтай аламыз. Ал 5 теңгені ше? 5 теңгені 5 1 теңгелік монетамен сақтаймыз. 5 теңгені тағы қандай монеталармен сақтауға болады? Дұрыс айтасыңдар. 2 теңгелік монета және 1 теңгелік монетаға сақтаймыз. Иә, сонымен біз ірі монеталарды ұсақ монеталарға ұсақтап, сатып алған заттардың ақшасын тура төлей аламыз. Сонымен балалар, тура төлем жасау дегеніміз не екен? Дұрыс айтасыздар. Біз ірі монетаны ұсақ монетаға ұсақтап, сатып алған заттардың ақшасын тура төлей аламыз. Оны біз тура төлем дейміз. Ендеше келесі тапсырмаға назар аударайық. Дүкенде кәмпит 3 теңге тұрады. Сенің қолыңда 5 теңге бар. Оны қалай сақтаймыз? Иә, дұрыс айтасыңдар. 2 теңгелік және 1 теңгелік монеталармен сақтайсың. Сақтадың. Енді неше теңгені, яғни қандай монеталармен төлем жасайсың? Тамаша. Дұрыс айтасың. 1-2 теңгелік және 1-1 теңгелік монетамен төлем жасадың. Ол неше теңге? Ол 3 теңге. Сенің қолыңда неше теңге қалды? Иә, сенің қолыңда 2 теңге қалды. Жарайсың. Балалар, егер сіздерде 10 теңгелік 2 монета бар болса, 13 теңге тұратын затқа қалай төлеуге болатынын ойланып көріңіздер. Ал егер 20 теңгелік 2 монета бар болса, 30 теңге тұратын затқа қалай төлей аласыздар? Ал балалар, егер сіздерде 10 теңгелік 2 монета бар болса, 13 теңге тұратын затты қайтып алар едіңіздер? Ойланыңыздар. Дұрыс айтасыздар балалар. Біз 10 теңгемізді сатып аламыз. Және қалған 10 теңгемізге 1 теңгені қосып, 13 теңге тұратын затты алсақ болады. Ал егер де
Сіздерде 20 теңгеліктерден екеу болып, 30 теңге тұратын затты қалай аласыздар? Ойланыңыздар. Жарайсыздар, балалар. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Дүкеннен алған қаламыңыз 15 теңге. Дәптеріңіз 30 теңге болды. Сізде қандай монеталармен және неше тәсілмен құрастырып беру мүмкіндігі бар? Балалар, егер қаламымыз 15 теңге, дәптеріміз 30 теңге болса, екеуін қосқанда қанша теңге шығады? Дұрыс айтасыздар, 45 теңге. Енді осы 45 теңгені қандай монеталармен және неше тәсілмен құрастырып беруге болады? Ойланыңыздар. Жарайсыздар, балалар. Сіздер бірінші тәсілді көрсетіп бере алдыңыздар. Яғни 20-ға 20-ны қоссақ 40, оған 5-ті қоссақ 45 шығады. Екінші тәсілді де көрсетіп бере алдыңыздар. Үшінші тәсілді де көрсетіп бере алдыңыздар. Тамаша. Олай болса, балалар, сабағымыздың мақсатын есімізге түсіре кетейік. Сабағымыздың мақсаты есептесу кезінде монеталарды қалай пайдаланатынын білетін боламыз. Ендеше, балалар, дәптерімізді ашып, келесі тапсырманы дәптерімізге орындаймыз. Берілген соманы құрайтын монеталардың суретін сал. Бірнеше тәсілін көрсет. Яғни, балалар, бізде берілген сома 12 теңге. Дәптерімізге 12 теңгені құрайтын монеталардың суретін саламыз. Және бірнеше тәсілін көрсетеміз. Ал, балалар, ойланайық. Жарайсыздар, балалар. Сіздер монеталарды сақтай алдыңыздар. Берілген соманы құрайтын монеталарды бірнеше тәсілмен көрсете алдыңыздар. Келесі тапсырма. Мысалы, мен дүкенге нан сатып алуға бардым. Нан 85 теңге тұрады. Мен ірі монета бере аламын ба? Қалай ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, балалар. Мен ірі монета бере алмаймын. Мен 85 теңге беру үшін 50 теңге, 20 теңге, 10 теңге және 5 теңге беруім мүмкін. Балалар, енді біз сіздермен мектеп асханасы ойынын ойнап көрейік. Мектеп асханасындағы бір стакан шырынның бағасы қанша теңге еді? Естеріңізде ме? Енді сол шырынның бағасын 10 теңгелік монеталармен есептесіп көрейік. Жарайсыздар, балалар. Сіздер мектеп асханасындағы шырынның бағасын білдіңіздер және 10 теңгелік монеталармен есептесе алдыңыздар. Олай болса, балалар, сабағымызды қорытындылай келе, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Баға дегеніміз не? Дұрыс айтасыздар. Тура төлем жасау дегеніміз не? Ақшаны не үшін сақтаймыз? Үй тапсырмасы. 85-ші бет шығарып көр. Осымен, балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.